Қыздар өздерінің ең алғашқы махаббаттарын ешқашан ұмытпайтын болса, жігіттер ең алғашқы махаббатын емес, ең алғашқы машиналарын ұмытпайды. Олар жүректерінде сақтап жүреді. Қандай машина болса да, 3 рет переверт болса да, сол машиналарын өлгенше жақсы көреді. Одан кейін бір жап жаңа машина мініп атса, сол баяғы чиперкам дерзкий еді ғой деп айтатындары барды. Машина алмас бұрын бұлар кәдімгідей дайындалып жүреді ғой. Не только финансово, но и морально дайындалып жүреді ғой. Жігіттер даже машина алмаса да, бірақ машинада тыңдайтын плейлисттары уже дайын тұрады ғой. Осы жігіттер қауымның машиналарына ухаживать еткенін айтамаймын енді, ол вообще бөлек нәрсе. Оған отдельный видео жазу керек. Даже өздері олай жуынбайды ғой, не только. Негізі бұл вайпты көп адамдар түсіне бермейді. Тем более қыздар. Ана 18-19 жаста мінген машинаң уже 25-30 жасқа келген кезде ондай эмоция келмейді ғой. Машина алмай тұрып достарымен жаяу жүрген кездері айтады ғой, машинамыз болса анда баратын едік, брат, блин, анда баратын едік, үйтетін едік, бүйтетін едік, ақша жетпесе таксовать етіп жүретін едік, ана парковкеге баратын едік, қыздармен танысатын едік, деген сияқты армандарын айтады. Жылдар өтеді, ақша болады, машина болған кезде сол тура бір баратын жер де болмай қалады, қасыңда жүрген достарың да болмай қалады ол. Сөйтіп жалғыз өздері по городу кататься етіп, шіркін деп ойланып келе жатады.